Ассаляму алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бәріне танымал тертый пирог. Бүгін сіздерге өзім жиі дайындайтын рецептімен бөлісетін боламын. Мұндай пирог кез келген салмамен өте дәмді болып шығады және өте қарапайым дайындалады. Ал ендеше істеп бастайық. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін қаймақты, 2 жұмыртқаның сарысын және қантымызды бірге қосып венчикпен жақсылап араластырамыз. Әзірше бұл массамызды шетке қоя тұрып, крошкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен ұнға қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған суық майымызды салып, қолмен араластыра отырып, мінекей осындай крошка жасап аламыз. Содан соң алдындағы дайындап қойған массамызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Неке осындай қамыр шығады, бұны енді екіге бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу болуы керек, ол бізде пирогтың астына кетеді. Екеуін де целлофанға салып, үлкен бөлігін тоңазытқышқа, ал кіші бөлігін мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Өріктерді жуып құрғатып алғаннан кейін екіге бөліп сүйегін шығарып аламыз. Содан соң видеодағыдай орташа кубикпен турап аламыз. Тоңазытқыштан қамырдың үлкен бөлігін шығарып, оны пергамент төселген формаға қолмен жаямыз. Немесе қалауыңызша оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Салмасы ағып кетпес үшін бір кішкене бортиктар жасап қоюға ұмытып кетпеңіздер. Ал енді үстіне туралған өріктерімізді біркелкі етіп салып шығамыз. Өріктеріңіз онша тәтті болмаса, үстіне қант сеуіп жіберсеңіздер де болады. Ал енді мұздатқыштан қамырдың кіші бөлігін шығарып, өріктердің үстіне үкіштен өткізіп аламыз. Пирогты алдын ала 180 градусқа дейін қызып тұрған пешке 30-35 минутқа қоямыз. Мұқият болыңыздар, пирогтың пісу уақыты пештеріңіздің ерекшеліктеріне байланысты айырмашылық болуы мүмкін. Неке пирогымыз дайын болды, әдемілік үшін пирогтың бетіне қант ұнтағын септім. Сіздерге кесіп пирогтың ішін көрсетейін. Қараңыздаршы, қалай оңай кесіліп тұр. Не деген керемет пирог шығады. Қамыры өте нәзік, аузыңызда еритін болады. Өріктермен дәмі өте жақсы үйлесіп тұр. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осы рецепт бойынша сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Жаңа рецепттерімізді жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де бізді қолдап, лайк басуға ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған мен Қаламқас және Дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.